өзімізге кішкентай капелка жасап алайық. Ол үшін бізге майонездің ыдысы немесе қаймақтың ыдысы. Осындай суперклеймен крышкасына құйып шығамыз. И крышкасын жауып, жабыстырып қоямыз. Сонымен болды. Немесе үскіштеп қойсаңыздар да болады. Пышақты қыздырып, тиын салатын жерді кесеміз. Тиын сиятындай етіп. Осылай міне видеодағыдай. Содан тиынымызды салып жинай береміз. Ақшаларыңыз көп жиналсын.